2018 жылдың 5 қазанында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдауында үкіметке педагог мәртебесін көтеретін барлық игіліктер қарастырылған педагог мәртебесі туралы заң әзірлеп, қабылдау туралы тапсырма берген болатын. Күн сайын құбылып жатқан жаһандық дәуірде мемлекеттің басты қаруы білім екені даусыз. Ал енді сапалы білім мен саналы тәрбие ұрығын қатар себетін аяулы тұлға, аты алтын әріппен жазылатын мұғалім, ұстаз екені ақиқат. Осы орайда елбасының тапсырмалары барысында толық мәнінде жүзеге асырылып жатқан сан тарау жолдарды, дәлірек айтқанда, білім беру жолындағы мұғалім мәртебесін көтеру мақсатында асырылып жатқан ілкімді істердің қатарында Алматы қаласының мәслихат депутаты, Көктем Групп компаниясының директоры Әділханов Мұрат Әділханұлының ұстаздар қауымына жасап жатқан игі істерін айтуға болады. Әрбір бала, оның бойында үлкен қасиет бар. Әрбір баланың бойында жақсы жігерлік бар. Өмірге деген құштарлық бар. Жақсы болам, азамат болам деген үлгілік бар. Оның бәрін аша білу керек. Өйткені әрбір бала ұстазсыз өспейді. Әрбір адам ұстазсыз өспейді. Қай саланы алып қарамасаңыз да, әр жерде бір жерде жетекші ұстаз болады. Тілді үйретсе де ұстаз болады. Спортқа болса да ұстаз болады. Жол іздесе де ұстаз болады. Әр нәрсеге ақылшы ұстаз болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының білім және ғылым тамыз конференциясында көтерген мәселелерді қолдау бағытында мұғалім мәртебесін көтеру мақсатында 2019 жылдың 15 қазан мен 12 желтоқсан аралығында Алматы қаласы әкімдігінің қолдауы бойынша Көктем Групп компаниясының директоры Әділханов Мұрат Әділханұлының демеушілігімен Қасыл Қатықбаев атындағы ұстаз мәртебесі ұлт мерейі дәстүрлі қалалық байқауы бастауын алған болатын. Ұстаз мәртебесі ол әрбір ұстаздың білімділігі мен біліктілігінде, тәрбиелігінде, жүрегінің жылылығында, тілінің жылулығында деп мен санаймын. Осы жолда ұстаз деген атқа ие болайық. Ұстаз мәртебесі биіктен болсын. Ол сіздер мен біздердің қолымызда. Бұл байқаудың мақсаты жас ұрпақтың бойында рухани құндылықтар қалыптастыруда және бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеуді қамтамасыз ететін жаңашыл тәжірибені насихаттап, педагог мәртебесін арттыру. Байқаудың міндеттері мұғалімдердің шығармашылық мүмкіндіктерін ашу және педагогтық шеберлігін танытуына жағдай туғызу. Жас ұрпақтың бойында ұлттық рухани кодтың, ұлттық бірегейліктің сақталуын қамтамасыз ететін тәрбиелік әлеуеті жоғары педагогикалық тәжірибені зерттеу. Оқушы бойында сындарлы ойда, функционалдық сауаттылықты қалыптастыруды қамтамасыз ететін озық тәжірибені насихаттау. Бәсекеге қабілетті, жаңашыл, озық тәжірибелі мұғалім мәртебесін көтеру. Байқау 3 кезеңнен тұрды. Бірінші кезең мектепшілік. Қазан айының 15 мен 25 күндері аралығында өткізілді. Байқаудың бірінші кезеңінің қорытындысы бойынша әрбір мектептен бір мұғалім байқаудың аудандық кезеңіне жолдама алды. Екінші кезең аудандық, қараша айының 1 мен 16 күндері аралығында өткізілді. Бұл кезеңде қатысушы мұғалімдер менің заманауи педагогтық тәжірибем атты шығармашылығының тұжырымдамалық негіздерінің, әдістемелік және технологиялық құрылымының таныстырылымдарын көрсетті. Сонымен қатар мектеп оқушылары мен функционалдық сауаттылық, заманауи қоғам талабы айдары мен мұғалімнің таныстырылымда баяндаған тұжырымдама негізінде сабақ көрсетті. Қараша айының 1 күні Бостандық ауданында байқаудың 2-ші кезеңі бастауын алды. Он 12 қараша күні Алатау ауданында байқау өз жалғасын тапты. Он 13 қараша күні Алмалы және Түрксіб аудандарында өтті. Он 14 қараша күні Әуез ауданында өтті. 15 қараша күні Медеу ауданында жалғасын тапты. 16
16 қараша күні Жетісу және Наурызбай аудандарында өтті. Алматы қаласы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдері арасында өткен байқауға 80-ге жуық үміткер қатысып, өз бақтарын сынады. Екінші кезеңнің қорытындысы бойынша қаламыздың 8 ауданынан озып шыққан 3 үміткерден барлығы 21 қатысушы қалалық кезеңге жолдама алды. Үшінші кезең қалалық қараша айының 20 мен 30 күндері аралығында өткізілді. Байқаудың қалалық кезеңде қатысушы мұғалімдер тағы да 3 кезең бойынша өз іскерліктерін көрсетті. Қалалық байқаудың бірінші кезеңінде ұстаз мерейбегінде айдармен мұғалімнің кәсіби шығармашылығының тұжырымдамалық негіздерінің, әдістемелік және технологиялық құрылымының таныстырылымдарын көрсетті. Мұнда мұғалімнің кәсіби шығармашылығының тұжырымдамалық, әдістемелік және технологиялық негіздерінің көкейкестілігі, нақтылығы, жаңашылдығы және баяндау шеберлігі бағаланды. Кәсіби шығармашылық ізденіс бағыты көкейкесті, нақты, тәжірибесі толық педагогикалық шеберлікпен көрсете білген мұғалімдер келесі кезеңге жіберілді. Екінші кезең функционалдық сауаттылық, заманауи қоғам талабайлары. Қатысушылар таныстырылымда баяндаған тұжырымдама негізінде ұйымдастырған сабақтарын көрсетті. Бұл кезеңде мұғалімнің кәсіби шығармашылығының тұжырымдамалық және әдістемелік негіздемелері мен технологиялық құрылымы сабақта қаншалықты жүзеге асқандығы, оқушының функционалдық сауаттылығын қамтамасыз ететін сындарлы да креативті ойлауын, коммуникативті және командада жұмыс істей алу дағдысын жүзеге асыру деңгейі бағаланды. Сабақтан кейін мұғалімнің өткізген сабағын қазылар алқасы талдады. Әр мұғалімге жеке өз ой пікірлерін білдірді. Үшінші кезеңде елбасының болашаққа бағдар, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өз жеріңді танып біл тақырыбында тәрбие сағаттарын көрсетті. Бұл кезеңде мұғалімнің Қазақстанның қасиетті жерлері мен рухани құндылықтарын таныстыра отырып, жас ұрпақтың бойында ұлттық кодтың, бірегейліктің сақталуын, туған жеріне деген сүйіспеншіліктен басталатын өлкетану жұмыстары арқылы қазақстандық патриотизмнің қалыптасуын қамтамасыз ететін тәрбиелік әлеуеті жоғары педагогикалық тәжірибесі бағаланды. Осылайша 3 айға созылған сабағы мен сынағы көп, қиындығы мен қызығы қатар жүріп отырған байқауымыз өз мәресіне келіп жетті. Ілім үйреніп, оны айналасындағы жандарға үйрету ең ұлы істердің бірі болса керек. Ендеше ұлылықты ұлықтап жүрген ұстаздық жолдарыңыз өрлеу мен өсуге бастасын. Назарларыңызда жаңалықтар. Алматының үздік ұстазына көлік сыйға берілмек. Мұғалімдер арасында Қасыл Қатықбаев атындағы ұстаз мәртебесі ұлт мерейі қалалық байқауы басталды. Бұған дейін 8 ауданда іріктеу өтті. Енді ол сыннан өткен ұстаздар екінші кезеңде бақтарын сынап жатыр. Ұстаз мәртебесі ұлт мерейі қалалық байқауы қазан айында басталған. Сайыста бағын сынауға 80 мұғалім өтініш білдірген. Арасынан оқ бойы озып шыққан 21 ұстаз 3 кезең бойынша сынға түсті. Менің педагогикалық ұстанымым бүгінгі сабағым кешегіден де жақсы болу керек, ал ертеңгі сабағым бүгінгіден де ұтымдырақ болу керек. Сайыста бағын сынап жатқандардың бірі Перизат Дүйсебай. Қазір Мүсілім Базарбаев атындағы нөмірі 138-ші гимназияда қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі болып жұмыс істейді. Перизат Дүйсебай ұрпақ тәрбиесі жолында аянбай еңбек етіп келе жатқанына 8 жылдан асқан. Жалпы бұндай байқаулардың мұғалім үшін, жалпы жастар үшін өте көмегі зор, себебі біз бұдан шығармашылығым жетіледі, шыңдаламыз. Бірақ дегенмен де сахнаға қанша шығып жатсақ та қобалжу бәрібір басылмайды. Алғашқы кезеңде қатысушылар қазылар алқасына педагогикалық тұжырымдамаларын ұсынды. Екінші кезеңде функционалдық сауаттылық, заманауи қоғам талабы тақырыбында мұғалім өзінің таныстырылымында баяндаған тұжырымдама негізінде ұйымдастырған сабағын. Ал үшінші кезеңде елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өз жеріңді танып біл тақырыбында тәрбие сағатын көрсетеді. Ұстаз мәртебесін көтеру ол мен ойлаймын әрбір азаматтың, еліміздің әрбір азаматтың ерекше алдында тұрған мәселе. Біз өз бағытымыздан, өз тарапымыздан ұстаздарға деген ерекшелік сезімімізді, ерекше құрметімізді, өзіміздің қосып келе жатқан үлесімізбен анықтауға болады деп ойлаймын. Атап өтерлігі бұл байқау осымен 3-ші рет ұйымдастырылып отыр. Алғашында сайысқа тек қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімдері қатысқан болатын. Өткен жылы барлық пән бойынша қатысу мүмкіндігін иеленді. Перизат Көмекбайқызы, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы.